Батыс Қазақстан облысындағы кен орындарынан шығарылатын мұнай қалдықтарын жою ісінде тиісті талаптар сақталмай келеді. Бұдан түптеп келгенде осы жердің тұрғылықты халқының денсаулығына айтарлықтай зиян келуі мүмкін. Осыны ескерген кеніш маңына жақын орналасқан Дариян, Кирсанов және Январцев ауылдарының тұрғындары тиісті сала өкілдерінен мәселені тездетіп шешуді талап етуде. Бұған осы өңірдегі тілшіміз де көз жеткізіп қайтты. Тиісті талаптар сақталмай төгілетін мұнай қалдықтары тұрғындардың өміріне қаншалықты қауіпті? Бұл сауалдың Батыс Қазақстан облысының Дариян ауылы тұрғындарын мазалай бастағанына бірнеше жыл болды. Рас, бұл ауыл дәл кеніш орналасқан аумақтан сәл қашықта тұр. Дегенмен игерілген мұнай мен газ қалдықтарының іргеден ағып жатқан Жайық өзеніне барып түсуі жағдайды қиындатуы мүмкін. Көбі тұздары сульфидтар, карбонаттар, сосын ішінде дистопливо бар екен. Сол дистопливо деген бәрі де суға кетіп жатыр. Орал өзіміз қасында. Сол бәрі де Оралмен, сосын басқа қалаға деп Каспийге дейін бәрі жетеді. Осы саладағы олқылықтарға жол берген өңірдегі кен өндіруші компаниялар жауапкершілікке тартылды да. Алайда қоршаған ортаны ластау деректері әлі де тыйылмай келеді. Бұл күрмеулі мәселе әсіресе кенішке жақын орналасқан Январцев, Кирсанов, Рубежка және Красноармейск ауылдары тұрғындарын көбірек толғандырады. Өйткені лас қалдықтар аталған ауылдардың жанынан ағып өтетін өзенге барып құйылуда. Жайық мұнай орталығынан төгілетін отходтарды бізге дәл ауылға қатысы жоқ деп есептеймін. Дегенмен де ауыл арасының жақындығына байланысты деп кісілердің осындай өздерінің жанайқайын көрсетіп, спорт жинап сөйлесіп отырмыз. Енді бола қалған жағдайда өтетін машиналардың тоқтап тұрған кездер болатын болса, ауылдық жол инспекциясы бар өзімізде. Біздер өзіміз әкімшілік тұрғындар арасында бәріне хабарланып, болған жағдайда жылдам хабар беруге бәрі әрекеттер істелінді. Қоршаған ортаны ластау деректері қадағалаушы органның да жіті назарында. Осыған дейін де мұнай қалдықтарын рұқсат етілмеген орындарға төге салған кәсіпорындар жауапкершілікке тартылған еді. Қазіргі таңда мұнай өнімдерінің қалдықтарын заңсыз орналастыруына қатынасты қылмыстық істер қозғалды. Атап айтқанда Орал Ойл&Газ жеке серіктестігіне қозғалды және Мұнай Автотранс басшысына қарсы қылмыстық іс қозғалуда. Дегенмен түйткілді мәселенің түйіні түбегейлі тарқау үшін мұндай жиындарға тиісті тараптардың түгел жиылғаны дұрыс еді. Ал жоғарыда аталған Жайық мұнай кәсіпорнының жауапты тұлғалары бұл жиында төбе көрсеткен жоқ. Басқосуда сөз сөйлеген бірлі жарым қоғамдық ұйымдар өкілдері болмаса, өңірдің экологиялық қауіпсіздігіне бірден бір жауапты мекеменің лауазым иелері ауылдықтардың зарын тек бұқаралық ақпарат құралдарынан естіп білетін болар. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Мырзағалиев, Батыс Қазақстан облысынан.